Ардақта ғайын эфирде жақсылық жаса жобасы. Осыдан 8 ай бұрын ұлттық ғылыми медициналық орталықтың жалпы және таракалды хирургия бөлімінде бірегей ота жасалды. 10 сағатқа созылған 20 медицина қызметкері қатысқан ота жайлы ақ халатты абзал жандардың өздерінен сұрайық. Қарсы алайық. Ұлттық ғылыми медициналық орталығы оңалтуы бар кардиохирургия бөлімінің басшысы Ерпашев Айдос Пернебайұлы мен хирургия бөлімінің басшысы хирург-онколог Ануар Маратұлы бүгін бізде қонақта. Құрмет қошеметтеріңізбен қарсы алайық. Медицина саласының үздік мамандары, адам жанын арашалап жүрген ақ халатты абзал жандар алдарыңызда. Қошеметтеріңіз. Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Жайғасып алыңыздар. Енді бұрын соңды болмаған бірегей ота жайлы айтып жатырмыз. Енді өздеріңізден естісек, көрермендеріміз үшін енді түсінікті болсын, қандай ота қарапайым тілмен түсіндірсеңіздер бізге. Мен бастайын. Біздің науқасымыз сол жақ бүйректің қателесігі, орысша айтқанда рак дейді ғой, қателесік. Сол бүйректің ісігі асқынып, үлкен болып, бүйрек тамырына шығып, одан кейін қуыс асты вена дейді, нижняя половина, сол арқылы жүрекке дейін тараған. Ол енді сирек болатын жағдай, кездесетін жағдай, оның 5 түрлері болады. Бірінші түрі ол тек қана бүйрек маңында болатын, тамырда, ары қарай өсе береді. Ең қиыны сол 5-ші түрі, ол жүректің ішіне кірген кезде. Одан басқа сол ісігіміз бауырдың венасына кірген, бауыр венасына дейді. Қиындығы сонда. Әзірше біз іздеген мақалалар бойынша Қазақстанда жасалмаған нәрсе. Біз бірнеше ай ойланып осы отаға келдік. Біздің науқасымыз біздің клиникаға келер алдында бірнеше мекемеге барған. Одан ота жасай алмаймыз деген шешімге келді ол мамандарымыз. Одан кейін науқасымыз бізге келіп, бізді Қытай мамандармен бірге телемост жасап, консилиум жасап, оларды бізге ота жасамасаңыздар жөн болады деп сондай кеңес берді. Жасамасаңыздар. Иә. Өйткені отаның қауіптігі жоғары, науқас отаны көтермей қалып, өліп қалуы мүмкін деген солай шешім бізге берді. Бірақ та дегенмен біздің науқасымыз өзі сондай бізге сенімділігін білдіріп, не болса да тәуекел деп, ота жасатқызайық деп сондай шешімге келдік. Енді жаңа айтылған ота жасалынды, ота кезінде жаңа айттыңыз, 10 сағаттай созылды. Аяқтарыңыздан тік тұрып осындай бірегей ота жасаған екенсіздер. Ол енді тек қана 2 кісінің жұмысы емес, ол барлық 20 адам дедік. 20 ол ота кезінде жасалатын кісілер ғана. Одан басқа отаның алдында күтім керек, отадан кейін күтім керек. Әлбетте. Кислород беретін кісілер, ауа беретін кісілер, солардың бәрі жұмысы бірегейіп, бір үлкен ота жасадық. Осы Аллаға шүкір 8 айдай уақыт өтті. Қазір таңда науқасымыз зерттедік, ешқандай ісіктің қайта келудің ешқандай белгілері жоқ. Жаңа айтқандай қателесік болған соң, болашақта ісіктің қайта пайда болу қауіптігі бар, бірақ та дегенмен осы уақытқа дейін ешқандай белгілері жоқ. Ол дегеніміз біз жасаған отамыз толық өтті, ешқандай асқынусыз, және де болашақта аман есен адамымыз ары қарай өмір сүруіне мүмкіншілік бар. Тамаша. Айдос мырза, енді сіздің функцияңыз қандай болды осы ота кезінде? Енді бұл бірінші айтқым келеді. Біріншіден бұл ота Қазақстан тарихында бірінші ота деп айтқым келеді. Кардиохирургтармен және онкохирургтардың бірге жасалған отасы. Және де бұл өте күрделі ота. Бұл отаға келу үшін көп ойландық. Көп ғылыми мақалалар оқыдық. Көптеген дәрігерлермен ақылдастық, консилиумдар жүргіздік. Көбісі қарсы болды ол операцияға. Өйткені ол науқасқа деген қатерлі асқынулар алып келуі мүмкін деген бізге жаңағы нұсқауларын берді. Менің командамның міндеті бұл жерде жүректі тоқтату. Жүректі тоқтатып және операция алаңын құрғақ ұстау. Құрғақ ұстап сол тромбты
анау ісік тромбын жүректен және де қуыс венасынан және де бүйректен таза алу. Өйткені ол жерде қалып кететін болса, ол қайта ісік пайда болуы мүмкін. Жалпы өте көп дәрігерлер қатысты, айттық, операционның өзінде 20 дәрігер болды. Оның алдында қанша консилиумдер жүргіздік. Өте осындай күрделі операциялар біздің ауруханада көп жасалады. Біз осы соңғы 10 жылда 28 операция осындай бірігіп онкологиялық аурумен және де жүрек аурумен ауыратын науқастарға осындай операциялар жасадық. Барлығы сәтті, результаттары өте жақсы. Осы жағдайда ісіктің көлемі қандай болды? Енді бәрін бірге санағанда 30 сантиметрге жуық болатын шығар, ісікпен тромбтың көлемімен бойынша. Тағы да бір айтатын мәселе, жаңа ұмытып қалдық, ота кезінде ең қиыншылықтардың бірі, ол ота кезінде ісік егер сол тромб ісіктен кетіп қалса, ол тамырлар арқылы өкпе тамырларына барады да, қиындығы сонда, отаның қиындығы сонда, ол тромбы кетіп қалып, өкпесіне кіріп кетсе, ол сол мәрте науқас қайтыс болады. Және де отадан кейінгі жағдай, оның қанның сұйықтығын бір қалып тастау керек. Егер мүлдем сұйық болып қалса, қан кетуі мүмкіншілігі бар. Ал енді сұйық болмаса, басқа тромбтар, ісіктік тромб емес, қанның тромбтары пайда болып, ол да науқастың жағдайын нашарлап қалуы мүмкін. Сол қиындығы сонда. Өте енді отадан басқа күтім жағынан, отадан кейінгі жағдайлы насқуларын тоқтату үшін, сондай нәтижелердің жақсы нәтиже болу үшін, соның жұмысы өте көп, өте қиын. Сол себептен жаңа айтқандай, ол әрбір біздің ұжымымыздың әрбір кісінің үлкен үлесі бар, Мінекей қымбатты көрермен, өздеріңіз куә болып отырсыздар. Өзге елдердің мен деген дәрігерлері жүректері дауаламағанда, біздің дәрігерлеріміз өз қолдарына алып, науқасты аман алып қалды. Сол науқасты енді адам жүрегінде түбінде жатқан сенім адамды кез келген дауылдан алып шығады. Өз өмірін сол сіздерге табыс еткен науқасты дәл қазір шақырайық студия төріне. Жәлел Бекенұлы деген кісі алғыстарын арқалап келген екен. Келіңіз, Жәлел мырза. 10 сағаттық отаға шыдаған біздің кейіпкеріміз. Келіңіз. Ал төрлетіңіз, төрге шығып алыңыз. Қалайсыз аға? Жағдайыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Аллаға шүкір. Жақсы, Аллаға шүкір. Рахмет. Осы міне екі жігіт отыр. Солардың арқасы бір Алла, екінші осы жігіттердің арқалары. Міне бір Алланың қалауымен сіздерге келіп қалдық. Рахмет шақырғандарыңызға. Жақсы. Осындай не әрдайым бола берсін. Осындай бір-бірімізге осындай көмектесе берейік. Осындай жігіттер аман болсын. Халқыма рахмет. Осындай арналарыңызға өте қуаныштымын. Аға, бір сұрақ, есіңізді жиған бойда қандай ой келді бірінші? Біріншін айтайын ба, бір түс көрген сияқты болдым. Бір түсімнен оянған сияқты болдым да. Бір күн, екі сутка несіппен сразу тұрдым да, көзім жан-жағыма қарасам, ешкім жоқ. Жалғыз өзім ғана жатырмын. Аппаратта үстіме қарасам, бір медсестрамындай жерде отыр екен. Тұрды, көзін ашты деп жүгіріп келді. Сосын аузыма келіп су тамызып жатыр. Сонда көзімнен жас шығып кетті рас. Мен рас тірім бә, рас бә деп. Жан-жағыма қарасам, уже адамдар келіп жатыр. Врачтар келіп жатыр жанынан. Бір Алланың қалауымен болды міне. Мен сіздерге де рахмет, осындай келіп жатқаныма өте қуаныштымын.
Аға, енді дәрігерлердің бір ауыз сөзі, Иә. мың дәріден артық дейміз ғой. Иә. Осы кісілердің отаға дейін, отадан кейінгі қолдау жайлы айтсаңыз. Біз білеміз, тіпті отадан кейін қазір 25 келдей салмақ қосыпсыз, иә? Иә, Аллаға шүкір. Қолдау жайлы осы кісілердің Иә, айтсаңыз. рас шын айтсам, міне 10 ай жүрдім, рас. Октябрьдің сол 15-інде келдім, жұмыс істеп, сосын осы неге Астанаға. Содан ешкім білмеді мені. Сосын неге республиканскийға бардым. Соғында платныйға түстім. Солар шешті мені. Сосын сол жаңағы онкологический Манасовадағы не отказ берді мені. Содан осы кім Маратовичтің Ануар Маратұлы. Алла кісінің несін нөмірін берді. Содан келіп осы кісіден келіп совет алдым, осылай деп. Сосын осы по-моему, ноябрьдің ішінде осы кісімен кездестім. Содан бері сол маған келіп тұрдым, анализ тапсырып тұрдым. Сол 10 ай жүрдім ғой. Сол майдың 4-інде жасадым маған операция. Аллаға шүкір бәрі орынды болды. Бәрі мыңда рахмет сіздерге. Әлбетте, алғыстан өзге айтарымыз жоқ. Ануар Маратұлы, жалпы осылай қатерлі ісік диагнозы қойылған адамдар енді отаға баруға жүректері дауаламайды, иә? Қандай кеңес айтар едіңіз ондай адамдарға? Бірден барып, көрініп, қорықпау керек, иә? Иә, ең біріншіден қорықпау керек. Ең біріншіден біз ойлаймыз ғой, ешқашан ауырмаймыз. Біздің туыстарымыз, жақындарымыз ешқашан ондай бізге келмейді деген ойымыз болады. Негізі ол бәрі Алланың қалауы ғой, қорықпау керек. Жиі скрининг деген болады, скрининг өту керек. УЗИ, ФГД, солардың жиі өту керек. Әрбір адамның жасына сәйкес, уақыттарына сәйкес зерттеулер өту керек та, сонда біз ісік түгіл, ісіктің алдындағы предрак дейді, солардың ауруларын тауып, соларды емдеуге болады. Немесе ісіктердің алғашқы сатыларын тауып, соларды емдесек, сонда адамның өмірі созылады. Ешқандай отадан кейінгі химиотерапия және басқа лучевая терапия, сәулелік ем дейді ғой, соларды алмайды да, адамға болашақта жақсы болады. Қорықпау керек. Ең біріншіден сенімді болу керек. Екіншіден қорықпай, өз аурын болса, енді тәуекел солай болды, емделу керек. Керемет. Енді Жәлел ағамыздың студияда жары отыр. Ол кісінің де сіздерге айтары бар сияқты. Айсұлу ханым, қысқа нұсқа өзіңізден. Сәлематсыздар ма бәрілеріңіз? Енді шақырғандарыңызға рахмет. Енді бірінші екі ағамызға, ініме рахмет айтам. Осындай жолдасымды алып қап, аман есен. Сіздерге жұмыста жемісті болыңыздар. Бала шағын қызын көріңіздер. Отбасы семьяда бақытты болыңыздар. Алғыс айтамын сіздерге. Көп рахмет сізге. Көп рахмет Айсұлу ханым. Өзіңіздің басы қасыңызда болған жарыңыз. Рахмет. Отыра қойыңыз. Енді бүкіл Астананың больницасынан өттік. Енді бұл кісілерге рахмет. Соны тілеймін. Көңілі босап жатыр, түсінікті ғой. Енді ақ халаттарыңыз кәсібиліктің ғана емес, адамгершіліктің киесі. Сіздерге алғыстан өзге айтарымыз жоқ. Бұл бірегей ота науқастың өмірін сақтап қана қоймай, қазақстандық медицина үшін тарихи оқиға болды. Яғни отандық дәрігерлердің күрделі медициналық мәселелерді шеше алатынын дәлелдеді. Сіздерге адал қызметтеріңізге тек қана алғыс айтамыз. Жәлел мырза, сізге де тек қана денсаулық тілейміз, аман болыңыз, ауырмаңыз енді. Иә, рахмет. Осы жігіттердің аман болсын, бала шағаларын қызықтарын көріңіздер. Бәрілеріңізде тілектеспін, бақытты болыңыздар. Керемет. Қымбат көрермен, ал біз болсақ жалғастырамыз. Шағын үзілістен соң ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға